Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі өте дәмді сүзбелі бәлішті бірге пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамыр қопсытқышымызды електен өткен ұнымызға қосып, араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен ұнтақ жасаймыз. Осылай ұнтақ жасап алғаннан кейін, енді осыған қант ұнтағын қосып бір араластырып аламыз. Және қалған бір жұмыртқамызды қосып, қолымыздың көмегімен бір келкі қамыр илеп аламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы керек. Енді 26 диаметрлік формамызға қамырымызды бір келкі етіп, бортик қылып жайып шығамыз. Қамырымызды формасымен шетке қоя тұрып, енді салмасын жасаймыз. Ол үшін сүзбемізге жұмыртқамызды, қаймағымызды және қант ұнтағын қосып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап бір келкі масса жасап аламыз. Біздің сүзбелі массамыз осылай дайын болды. Енді қамырымыздың үстіне құйып, бір келкі етіп жайып аламыз. Және қалауыңызға қарай өзіңізде бар кез келген жидекті бетіне сепсеңіз болады. Менде таңқурай. Енді 180 градус қызып тұрған пешімізге бәлішімізді пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды бөлме температурасында толықтай суытып, 1-2 сағат тоңазытқышқа қоя тұрсаңыз, пирог өте жақсы кесіліп, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.